Барлықтан сәлем. Бүгініміздің тақырыбымыз өзі жеке талшықтары, олардың физиологиялық қасиеті, жіктелуі, заңдылықтары, миелинді емес қозудың таралу механизмі, А, Б, С типті жеке талшықтары және парабиоз. Енді жеке талшықтары, яғни жеке бізде нейрон бар, и нейрон шығып тұрған бір өсінділер бар. Олар бізде жеке талшықтар болып саналады. Аксон сияқты, немесе дендриттер. Енді олардың екі физиологиялық қасиеттері бар, яғни бүкіл қозғыштыңге тән біз барын білетін, ол бізде қозғыштық және қозуды өткіздіру. Екіншісі өте маңызды болады бүгінгі тақырыпта. Енді құрылысы бойынша, құрамы бойынша, құрылысы дейікші, жеке талшықтарды біз миелинді және миелинсіз деп екі топқа бөлеміз. Яғни миелиннің не бар, не жоқтығына сәйкес солай бөлеміз. Құрылысына келетін болсақ, егер морфологиясына бізде остик цилиндр бірмен белгіленген, екімен белгіленген бізде шван қабаты, и потом сәйкес шван қабаты, екі, үшпен бізде миелинді жеке талшықтарындағы ранве үзілістері, и төрт ол бізде миелиннің өзі. Осылай біз олардың құрылысын солай жүктейміз біз жеке талшықтарды. Келесі біздің сұрағымыз, ол бізде жеке талшығының бойы мен қозудың таралуының заңдылықтары. Жалпы оның үш заңдылықтары бар. Соның ішінде бірінші заңдылыққа келетін болсақ, яғни жеке талшығының морфофизиологиялық бүтіндігі туралы заң. Яғни егерде жеке талшығының бойымен қозу таралу қажет болса, онда оның анатомиясы және физиологиялық қасиеттері, жалпы құрылысы ешқандай бұзылыстар немесе кедергілер болмау керек. Бұны қалыпты жағдайда, біздің орталық жүйке жүйемізден біздің эффекторымызға, яғни бұлшық десек, сигнал келді, сексінде жиырылу жүрді, яғни эффектор өзінің қызметін атқарды деген сияқты. Енді алып келетін кедергілерге байланысты бізде анатомиялық, яғни морфологиялық және физиологиялық болып екіге бөлеміз. Нарушение, яғни бұзылыстарға. Егер де морфологиялық бұзылыстарға келетін болсақ, ол түрлі жеке талшықтарды біз оларды созғанда, жыртқанда, кептіргенде сияқты, олардың анатомиясын және олардың ішкі құрылысын жалпы бұзады. Соның әсерінен жеке талшық келесі рет, егер біз оған сигнал жіберсек, яғни белгілі бір біздің эффекторымыз еш қалайда өзінің жұмысын атқармайды. Өйткені жеке талшығы бұзылған, сәйкесінше жеке талшығы бұзылған болса, жеке талшығының бойымен таралу заңдылығы орындалған жоқ. Яғни таралмайды деген сөз. Келесі физиологиялық бұзылыстар. Олар жалпы жеке талшығының қызметін уақытша бұзатын заттарды атаймыз. Соның ішінде мысал ретінде жансыздандырғыш заттарды мысал ретінде алсақ болады. Мысал ретінде жансыздандырдық, бірақ та анатомиялық қарағанда ол уақытша болады ғой. Соның әсерінен ол жансыздандыру кеткеннен кейін, адам жалпы шыққаннан кейін, операция бөлімшесіне немесе бір манипуляция жасап болғаннан кейін, ол осы жеке талшығын өзінің бұрынғы қызметін атқара алады. Осымен болды. Келесі біздің сұрағымыз, ол бізде, жеке талшықтарының бойымен таралу заңдылықтарының екінші заңы. Бұл екінші заңы бойынша, егерде біз жеке талшығын айтсақ, миелинді болсын, миелинсіз болсын, біз оған тітіркендіргішпен әсер тигіздірсек, онда қозу екі бағытта да жүреді. Яғни, жеке талшығымыз, бұны қоздырдық, тітіркендірдік, енді нәтижесіне туындаған қозу екі бағытта да таралатынын байқап тұрмыз. Жалпы оны қалай анықтаған туралы сұрақ болса, жалпы ғалымдар екі электродты қосады, екі жағына. Екі қосады да, сосын жеке талшығының бойымен электр тоғын береді, осы жерге дейікші. И нәтижесінде екі электродта қосылды. Егер бір жақ болса, бір жақ қосылып, екіншісі өшіп тұрушы еді. Абылай екеуі де қосылып тұр. Осын біз қозуды екі жақты өткізу заңы деп атаймыз. Келесі біздің заңдылығымыз, үшінші қозуды жеке өткізу заңдылығы, егер қозудың таралуымен. Жалпы жеке талшықтары ішінде көптеген, біз оның алдын айттық қой, көптеген остик цилиндрлар бар. Так вот, осы жеке талшықтардың бойында көптеген
сондай осьтік цилиндрлар бар. Осы осьтік цилиндрлардың барлығы, одан бөлек жеке талшықтардың барлығы бір-бірінен оқшауланған ғой. Соған байланысты олардың бойымен тек қана бір ғана импульс таралады. Яғни мына жақта көріп тұрғандай көптеген талшықтар бар. Олар бір жолмен келіп отыр ғой. Допустим, бір жолмен келе жатыр. Бір жолмен келе жатқанымен олардың ішіндегі сигнал, олар тасымалдап жатқан, өткізіп жатқан сигналы, импульсы, қозуы көршісіне берілмейді. Себебі оның солай жаратылған, яғни оның шван қабаты бар, емелінің қабаты бар, соған байланысты ол бір-біріне оқшауланған. Соған байланысты мысалы адам егерде қолын көтергісі келсе, мысалы дейікші, аяғы бірге көтерілмейді. Өйткені жеке талшықтар бір-біріне оқшаулаған. Соған байланысты олар тек қана белгілі бір талшық, тек қана өзінің белгілі бір эффекторына жалғанады, сондай сияқты. Осындай сияқты, егер мына жерден қозу болса, ол тек қана осы жерге жетеді. Егер мына жерде қозу таралатын болса, ол тек қана өзінің сәйкес эффекторіне барып беріледі қозуы. Осындай қалыпты жағдайда болады сәйкесінше. Келесі біздің сұрағымыз ол жеке талшықтың бойымен қозудың таралу механизмі. Жалпы біз жеке талшықтарды екіге бөлдік, яғни миелинді және миелинсіз. Ендеше миелинді жеке талшығын тітіркендіргенде ранве үзілісінде мембрананың деполяризациясы орын алады. Ол өз кезегінде көрші немесе көрші орналасқан ранве үзілістерінде сальтатарлы тоқтың пайда болуына алып келеді. Яғни алып келуінің арқасында осындай тоқ жүзеге асырылады. Яғни қозудың таралуы осы арқылы жүзеге асырылады. Ендеше мысал ретінде қарастырсақ, міне біздің миелинді жеке талшығы, оған біз әсерін тигіздірдік тітіркендіргіштің. Тітіркендіргішті біз ранве үзілісінде, вообще бүкіл жерінде, допустим, тітіркендіргіз дейікші. Енді ранве үзілісінде не болады? Ранве үзілісінде мембранасы бос жатыр ғой, сәйкесінше изоляциясы жоқ қой миелинмен. Соның нәтижесінде ояқта мембрананың деполяризациясы болады. Яғни натрий каналдар ашылады, натрий ішке кіріледі, теріс зарядтары сыртта қалады. Жалпы біз алдында қарастырған сабақтардың еске түсірсеңіздер, сонда оңайырақ болады. Сәйкесінше теріс зарядтар қалды, осы жердің заряды деполяризациясының әсерінен зарядтар алмасты. Мембрананың сыртқы бетінде теріс заряд, а мембрананың ішкі жерінде оң заряды. Сосын біз бір затты есімізге түсірсекпіз. Біз білеміз, жалпы электр тоғының жұмысы неге негізделген? Жалпы оң заряд міндетті түрде теріс зарядқа ұмтылады. Сол үшін осы жерде көп тұрған оң заряд бар ғой, зашаның ішінде. Яғни жалпы миелин талшығының ішіндегі оң зарядты. Ол көрші жатқан ранве үзілісіндегі теріс зарядына көшеді. Ал керісінше сыртқы жағында орналасқан зарядтар керісінше қарсы бағытқа өтеді. Соның арқасында не болады? Осы жердегі заряд келесіне беріледі. Келесіне берілген соң ол зарядын алмасады. Қайттан оң заряд, теріс заряд, бұл өз кезеңінде қайттан аған келеді, өйткені оң заряд теріс зарядқа тартады, яғни теріс заряд оң заряд тартады. Немесе оң заряд теріс зарядқа ұмтылады десек те болады. Ал бұл өз кезеңінде өз зарядын аған береді. Ол оңға айналады. Сондай сияқты жүзеге асырылады жалпы жеке талшықтың бойымен таралуы. Сондай сияқты мынау да оған береді. Ол кезеңде оңға айналады, ал осы жердегі оң заряд, өзінің зарядын осы көрші жатқан ранве үзілісіндегі минус зарядқа ұмтылады. Соның арқасында ол қалыпты өзінің минусын, осы жерде өзінің плюсын қалпына келеді десек болады. Сондай сияқты, мына бізде оң заряды берілді, теріске ауысып, бұл оңға ауысады. Ал бұл өз кезегінде теріске айналады. Ал бұл болса оң болды, сосын теріске айналды, өйткені қайттан зарядын берді осыған. Бұл заряды оң болғаннан кейін ол қайттан өзіне барады. Ал осы жерде көрші жатқан ранве үзілісінде ол өз кезегінде зарядын береді. Осылайша осының арқасында біз көріп тұрған сальтаторлы немесе шеңберлі тоқты көре аламыз. Шынымен шеңбер ғой. Бірақ қарсы оң бағытқа баратыр, сол бағытқа баратын біз көріп тұрмыз сәйкесінше.
Сосын бір сұрақ туындауы мүмкін, неғып осы жердегі пайда болған минус болсын, немесе плюс болсын, не үшін ол кері бармайды? Өйткені осы жерде тоже ауысып кетті ғой минус плюсы. Өйткені біз алдыңғы сабақта өткенде қозғыштық кезеңдері, соның ішінде абсолюттік рефракторлық кезең осы участкіге, осы мекенге орын алады. Соның әсерінен оған қаншалықты бір тітіркендірсек те, оған ешқандай қозу орын алмайды. Сол үшін бұл зарядтар қайтадан оны тітіркендіре алмайды осы жерде. Соның арқасында зарядтың алмасуын орнатылмайды. И соңғысы дегенде келесі мейлінсіз жүйке талшығы. Жалпы оның механизмі осы жоғары көрсетілген ұқсас, яғни қайттан тітіркендіргішті әсерін тигіздірдік. Нәтижесінде натрий каналдар ашылды, натрий ішке кірді, өзінің теріс зарядтарын мембрананың сыртында қалдырды. Оң зарядтар сәйкесінше теріске айналады, ал ішкі теріс заряды оңға айналады. Нәтижесінде оң заряд өзінің зарядын көршілерге береді, міне көршілерге, ал теріс заряд болса оң зарядта болса керісінше тітіркендір жерінде оң зарядқа беріледі. Осының арқасында мына бізде минусқа айналады, екеуі де минусқа айналады, мына бізде оң айналады, мына өзінің зарядтарын бергеннен кейін қайттан өзінің қалыпты минусына айналады, мына керісінше плюске айналады. И сондай сияқты олар уже аяққа, мынау деген аяққа. И осылайша осының арқасында жалпы осы мейлінсіз талшықта жергілікті тоғы орын алады. Яғни ол былай көрінеді. Осылай. Сондай сияқты осы жерде де. Егер де осы жерде сальтаторлы немесе шеңберлі тоқтың берілуі жүзеге асатын аяқта бізде жергілікті деп аталады. Сол үшін егер де түсініктеме берсек, егер де тітіркендіргіш мейлинді жүйке талшығын тітіркендірген жағдайда ранве үзілісіндегі мембрананың деполяризациясын орын алады. Бұл өз кезегінде көрші жатқан ранве үзілістеріндегі зарядтардың берілуіне алып келеді. Ал егер де біз мейлинсіз талшықты тітіркендірген жағдайда оның мембрананың деполяризациясы көрші жатқан учаскелерге өзінің қозуының берілуіне алып келеді. Яғни жергілікті тоқтың пайда болу нәтижесінде көрші жатқан аймақтарында мембрананың деполяризациясына алып келеді. Осылайша біз оны түсінуіміз қажет. Бұл бізде мембрананың, яғни жүйке талшықтың бойымен қозының таралу механизмі. Келесі біздің қарастыратын сұрағымыз облысы АБС типті жүйке талшықтары. Жалпы осы үш топқа бөлуінің себебі болған екі критерий. Ол қозуды өткізу жылдамдығы біріншіден, ал екіншіден болса олардың қозғыштық қасиеті. Енді жалпы одан бөлек, осы қасиеттерін бөлек, тағы да жүйке талшықтардың диаметрі, абсолюттік рефракторлық кезеңі, салыстырмалы рефракторлық және гиперполяризация сияқты қозғыштыққа жауап береді. Анау болса жылдамдықтың құраушы бір бөлігі болып табылады. Жалпы осы үшеуі және диаметрі қозының жылдамдығын құрайды. Енді диаметрі қалай жылдамдыққа әсер етеді деген сұраққа жауап берсек, жалпы диаметрі тым үлкен болған сайын, сәйкесінше 12-22 микрометр болса, оның жылдамдығы 20-120, яғни олардың байланысы тура пропорционал. Егер де жылдамдық аз болса, значит диаметрі аз. Не үшін ол солай азаяды екен? Жалпы біз айттық, мейлинді талшықтардың арасын, мейлин толықтай қаптамайды ғой, жүйке талшықты мейлин. Олар үзіктермен қаптайды ғой, белгілі бір. Үзіксіз қаптамайды. Үзіктері бар. Солар ранве үзіктері. Так вот, бір ранве үзіктен көрші жатқан ранве үзігіне өту үшін қозу. Жалпы қозудан туындаған заряд көбірек жолды өтуі қажет, и соның әсерінен жылдамдықта өседі, сәйкесінше. Осын біз диаметр сол үшін қажет болып тұрады, егер жүйке талшықтың жылдамдығын есептеу үшін. То есть, сол үшін әсерін тигізеді. Өйткені жылдамдығы көбірек, ол тезірек оны өтеді, сол үшін жылдамдығы өседі, диаметрі ұзан болғаннан. Өйткені арашықтары өседі ранве үзілістерінің арасында. Келесі, осы қозғыштықты қарасақ, абсолют рефракторлы, салыстырмалы рефракторлы кезең сияқты, оның барлығы салыстырмалы және абсолют рефрактор кезең тым
сәйкесінше алатын уақыты аз болса, жылдамдығы керісінше өседі. Егер де керісінше жылдамдығы кіші болса, мүмкін олардың уақыты ұзағырақ болады. Көріп тұрғаныңыздай абсолют рефракторлы кезеңі тобындағының ішінде альфаның диаметрі де жоғары болып тұр. Одан бөлек абсолют рефрактор және салыстырмалы рефракторлы кезеңдерінің ұзақтығы қысқа. Сол үшін олар ең тез талшықтарының қатарына жатады. Ең тез талшықтар, яғни қозу жылдамдығы ең жоғары жүйке талшықтар болып саналады. Сондай сияқты ада бөлек Б, гамма, сигма, альфа, бета, гамма, сигма сияқты талшықтар да бар. Көріп тұрғаныңыздай диаметрі қысқарған сайын олардың жылдамдығы да төмендейді. И одан бөлек абсолют рефракторлы кезеңі де өскен сайын олардың жылдамдығы төмендей отырғаны. Яғни қозғыштық кезеңінің және қозғыштық кезең жылдамдық бір-біріне кері пропорционал екендігін біз солай аңғарамыз. Енді әр қайсының атқаратын қызметіне тоқталатын болсақ, мысалы альфа, яғни А типті альфа жүйке талшықтары қаңқаның қозғалтқыш рецепторларының афферентті талшықтарын құрайды. То есть қай жерде кездесетін біз қатал отырған қызмет емес, қай жерде кездеседі. Сондай сияқты бета жанасу рецепторының афферентті, гамма жанасу және қысым рецепторының эфферентті талшықтарында, и жылу және қысым рецепторларының афферентті талшықтары. Жалпы біз айтып отқан афферентті, эфферентті талшықтар не деген сұраққа жауап беретін болсақ, біз жылуды есімізге түсірсек, оның алдыңғы мүйізі және артқы мүйізі бар. Алдыңғы мүйізде мотонейрондар бар, сәйкесінше олардан шығып отқан импульс афферентті, яғни эфферентті болып келеді. Олар өзінің импульсын эффектор, яғни эффект беретін мүшеге апарат сигналдарда. Ал афферентті болса, ол сәйкесінше периферияда орналасқан мүшедегі сезімдерді жылуның артқы мүйізіне апарады. Ал бұл өз кезегінде орталыққа солай сезімді тұздырту үшін. Осындай біз АБС типті жүйке талшықтарын осылай бөлеміз. Көріп тұрғаныңыздай өзінің байланыстары бар екенін көре аласыз. Келесі біздің сұрағымыз ол парабиоз, яғни өмір шегінде деген сияқты аударылады. Пара около, яғни шегінде, биоз тіршілік. Енді парабиозды анықтама берсек, бұл сәйкесінше белгілі бір зақымдаушы фактор ұзақ әсер ету барысында туындайтын өлім мен және өмірдің шегіндегі күй болып табылады. Одан бөлек зақымдаушы фактор міндетті түрде белгілі бір улатушы болуы мүмкін, улайтын заттар, немесе ұйықтататын заттар, яғни наркоз мүмкін, хлор, немесе калий хлор деген сияқты наркотикалық заттар, яғни психотроп заттар, соның барлығы да жатады. Жалпы осы бүкіл зақымдаушы фактордан бөлек біз оны альтерирующий фактор деп те атасақ та болады сәйкесінше. Енді парабиоз қалай жүзеге асырылады? Міне біз білеміз, қалыпты жағдайда, егерде біз әлсіз, орташа және күшті тітіркендіргішпен сәйкесінше әсерін тигіздірсек, тітіркендіргішпен тітіркендірсек тінді, олардың сәйкесінше атқарылған күшіне байланысты тура пропорционал сондай жауап шығады. Сәйкесінше әлсіз тітіркендіргішке әлсіз жауап, орташаға орташа, күштіге күшті, нендей сияқты жауаптар беріледі тінге. Енді міне бізде схема тұр. Міне бізде ет бұлшық еті, қанға бұлшық еті дейікші. Бізде жүйке талшығы. Соны жиырылу үшін қажетті жүйке талшығы импульс тасымалдап жатыр дейікші. Енді мен алдымда оған бір жансыздандырғыш затпен әсерін тигіздірдік дейікші. Жансыздандырғыш затпен мен оның осы жүйке талшығын жансыздандырдым бір бөлігін. Бір бөлігін жансыздандыру барысында жүйке талшығының екі қасиеті төмендейді. Біріншіден лабильділігі, алдыңғы сабақта біз айттық лабильділік туралы біріншіден, и екіншіден оның абсолюттік рефракторлық кезеңі жалпы ұзарады. Себебі бұл жерде натрий каналдардың инактивациясы орын алады. Осы біздің әсер еткен жерлерімізде. Енді парабиозтың үш кезең біз ажыратамыз. Біріншісі ол бізде теңестіру кезеңі, екіншісі парадоксальды, үшіншісі тежелу кезеңі деп аталады.
Ендеше, бірінші не үшін теңесу кезеңі деп атайды? Көріп тұрғаныңыздай, графикте әлсіз болсын, орташа күшті тітіркендіргішпен әсерсек те, оның барлығына алып келетін жауабы бір. Әлсіз тітіркендіргішіне барлығы бірдей болып тұр. Оның не себебі? Міне жеке талшығына біз әлсіз тітіркендіргішпен әсерін тигіздірдік. Ол бізде сәйкесінше тінге өзінің әсерін тигіздірді, өте алады. Тіннің лабилілігі жетіп тұр. Абсолютті рефракторлы кезеңіне келмей тұр. Қандай жиілік болсын, немесе күшпен болсын, әсерін тигіздірсекші осы жеке тінімізге. Ал егерде орташа бізде оның да күшірек болады ғой. Ол бізде көбірек. Оның кейбір бөлігі өтеді да, ал кейбір бөлігі қалады. Соның әсерінен оның күші әлсіздікіне ұқсас болып келеді. Ал енді күшті күшпен әсерін тигіздірсек, оның көп бөлігі осы натрий хлормен жансыздандырылған жерге өте алмай қалады да, өйткені активацияланған ғой, абсолютті рефракторлы кезең үлкен ғой. Ол бүкіл осы әсерін тигіздіріп отқан күшті тітіркендіргіштің бәрін жығай алмайды да, жеке талшығы. Соның аз мөлшерін ғана өткізеді. Сол үшін оған қарсы жауабы да әлсірейді. Енді біз осы жансыздандырғыш затты тағы бір көбірек уақыт, көбірек дегенде уақытын кішкене ұзартайық. Әсенде біз мысалы 1 сағатқа жансыздандырдық. Біз алдық та сәйкесінше одан көбірек уақытқа жансыздандырдық дейікші. Бұл деген өз кезеңінде көбірек тіннің бөлігін жансыздандыруына алып келеді. Мына жерге дейін дейікші. Қарасаңыз, уже бір 5 сағат па, 6 сағаттай біз ол жеке талшығын жансыздандырып отырмыз. Жансыздандыруының әсерінен оның лабилілігі төмендейді. Ал екінші абсолюттік рефракторлық кезең ұзарады. Өйткені жеке талшығының бойындағы көп бөлігі натрий каналдардың инактивациясы бар. Ол өткізе алмайды. Соған байланысты екінші кезеңі орналады, парадоксальды. Мысалы, міне біз әлсіз тітіркендіргішпен әсерін тигіздірдік. Ол осы жеке талшығы болса, әлсіз тітіркендіргіштен алып келетін қозуды өткіздіре алады бұлшық етке әлсіз күшін. Өйткені ол абсолютті рефракторлы кезеңге түспейді біріншіден. Екіншіден оның жеке талшығының жансыздандырылғанымен де жетіп тұр оның шамасы, лабилілігі. Ал орташасының көп бөлігі өте алмай қалады, бірақ бір бөлігі өтеді. Сол үшін оның алып келетін қарсы жауабы әлсіз болады. Әлсіз тітіркендіргішке қарағанда орташасы әлсіреу болады. Ал уже күшті тітіркендіргішпен әсерін тигіздірсек, оның көп бөлігі осы абсолютті рефракторлық кезеңге, одан бөлек жеке талшығының лабилілігі жетпей қалады. Оның барлығын жеке талшығын тасымалдау үшін етке. Сол үшін ода мүлдем жауап орын алмайды. Сосын ең соңғы кезең, ол бізде үшіншісі кезеңі. Бұл бізде жеке талшығының толықтай инактивациясына орын алады. Жеке талшығының толықтай жансыздандырғыш затпен әсерін тигіздірдік, толықтай бұғатталды. Жеке талшығының бүкіл көлемінде бұғатталу орын алды, абсолютті рефракторлы кезең ұзын, лабилілігі 0 болып тұр. Яғни бұл тін әлсіз де, орташа да және күшті тітіркендіргіш әсерін тигіздірсе де ешқандай жауап болмайды. Сол үшін бұл үшінші кезең тежелу кезең деп аталады. Сосын осы парабиостың тек қана патологиялық жағдайда ғана емес, одан бір физиологиялық жағдайлар болады. Мысалы, ұйықтағанда. Адам ұйықтағанда ұйқы парабиозы орын алады. Сол үшін бұл тек қана патологиядағы емес, яғни бір жансыздандырғыш, калий хлор әсер еткенде ғана емес, және мынандай бытовой, яғни қауіпті физиологиялық түрлері де бар парабиостың. Осымен бітті. Назарларыңызға рахмет.